Өңіріміздегі шаруалар израильдік тамшылатып суғару әдісін қолданып, табыс көзін арттыруда. Шардар ауданы Жаушықұм ауылдық округінде орналасқан тұрар шаруа қожалығы да осы әдіс арқылы суды үнемдеп, өнім көлемін 2 есеге ұлғайтқан. Бүгінде көкөністерін Қазақстанның барлық қалалары мен Ресей, Беларусь елдеріне экспорттап отыр. Қожалық иелігіндегі 285 гектар жердің биыл 110-на дән себілген. Оның 40 гектары бақша өнімдері болса, 6 гектарына 40 қабат, қалғанына 10 түрлі пияз еккен. Одан бөлек Милагро және оңтүстік кореялық пияз сорттарына тәжірибе жасап, жер сіңдіріп жатыр екен. 15 тамыздан бастап қысқы пияз бен егілген бақша өнімдерінің орнына 40 қабат көшеттерін отырғызып, екінші өнімге әрекет жасамақ. Бізде негізгі өнім бақша дақылдар. Ал жаңаға бақша дақылдары негізінен біздерді шет мемлекетке, Ресей мемлекетіне тасымалданады. Өкіметтің берген жеңілдігінің арқасында бізде шет елдерде таможняларда кедергі болған жоқ. Соған байланысты шаруаларымыз ешқандай кедергі туындатқан жоқ өнімдерді өткізу мақсатында. Біз егістікті беткейлетіп суғаратын болсақ, гектарынан 60-70 центнер ғана өнім аламыз. Ал тамшылатып суғару әдісі арқылы бүгінде өнімділік 2 есеге дейін артып отыр. Біз биыл 285 гектардың 110 гектарын игеріп отырмыз. Қалған жері келесі жылға дейін демалады. Келесі жылы қалған 175 гектарға тұқым сепсек, биылғы егін егілген жер демалады дейді Тұрар шаруа қожалығының іс басқарушысы Тастанбек Әлімов. Бізге өнімнің көп беретін ең тәсілі, жақсы тәсілі. Бұны капельный система дейміз. Барлық жер көріп алса, шланг жатыр жерде. Капельный шланг бұны өнімге өте пайдасы күшті. Неге беріліп жатқан дәрілеріміздің барлығы, селитрама барлық нелер өсімдік өзіне ғана барылады. Одан су эконом болады. Су өте үнемді. Осылайша егістік алқапқа түгелдей тамшылатып суғару әдісін енгізген қожалық жергілікті 20 азаматты тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Ал жиын-терім науқанында 70-ге жуық тұрғын осында еңбек етіп, қосымша нәпақасын табады. Шардар ауданынан Перизат Ортай, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.